Құрметті қала қонақтары, Қостанай қаласына қош келдіңіздер. Қоршаған ортамызды тазалықта ұстау қиын емес. Таза Қазақстан бізден басталады. Қалам, менің Қостанай, жайнай бер қалам, алысқа самғай. Туған жерім, туған елім, қалам менің жайнай берші, жасай берші тоқтамай. Вай, 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 біздің қала Қостанай. Я, жасай берсін тоқтамай. Да, это город Костанай, эту песню подпевай. Танцуя, ай-яй-яй, Костанай. Костанай, родимый край, ты не просто хлебный рай. Где бы я ни находился, я горжусь тобой, ты это знай. Здесь я научился жить, долгую честью дорожить. Закалил меня, как сталь, мой любимый город Костанай. Құрметті қостанайлықтар, таза Қостанайымызға қош келдіңіздер. Сонымен қатар елімізде жастарға арналған Жасыл ел бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама жастарды экологиялық тәрбиеге насихаттау болып табылады. Отанға, жерге, табиғатқа деген патриоттық сезімді оятады. Туған жерім, туған елім, қалам менің жайнай берші, жасай берші тоқтамай. Вай, біздің қала Қостанай. Я, жасай берсін тоқтамай. Да, это город Костанай, эту песню подпевай. И танцуя, ай-яй-яй, Костанай. Әсем қалам, менің Қостанай. Жайнай бер қалам, алысқа самғай. Туған жерім, туған елім, қалам менің жайнай берші, жасай берші тоқтамай. Вай, біздің қала Қостанай. Я, жасай берсін тоқтамай. Да, это город Костанай, эту песню подпевай. И танцуя, ай-яй-яй, Костанай. елімізді көгалдандыру, таза ұстау үлкен мемлекеттік маңызы бар іс. Бұл бүгін шығып, ертең ұмытып кететін бір реттік науқан емес. Аталған жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі. Туған жерімізді таза ұстауымыз керек. Бұл жалпыұлттық мәселе. Қазақстанымыз таза болуы қажет. Лас елге қонақ ретінде, инвестор ретінде ешкім келмейді. Бірақ ең алдымен Қазақстанның таза, көрікті болғаны біз үшін, яғни халық үшін керек. Бұл күнделікті өмір салтына айналуы қажет. Сондай-ақ
Бұл жұмыс елорда және ірі қалаларда ғана емес, шағын қалаларда, аудандар мен ауылдарда да ұдайы ұйымдастырылады. Бүкіл Қазақстанды таза ұстау өзімізге, жастарға байланысты. Мен жастарға сенемін, сондықтан жастарға зор үмітпен қараймын, деді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Мен өз елімді, туған жерім Қостанайымды таза ұстауға шақырамын.